Сәлем достар, бірлесіп орындалатын жұмыстарға есептер А тобын бірге қарастырайық. 695 бірінші. Жүйектегі бүлдіргенді еңлік 20 минут, ал Айгерім 30 минут тереді. Жүйектегі бүлдіргенді еңлік пен Айгерім бірлесіп терді. Қыздар жүйектегі бүлдіргенді неше минутта теріп болады? Бірінші деп қояйық. Бізде еңлік 20 минутта тереді. Ал Айгерім 30 минутта тереді екен. Олар бірлесіп тергенде неше минутта тереді дейді. Енді оны қалай табамыз? Біз бірінші 20 минутта емес, 1 минутта жұмыстың неше бөлігін жасайды еңлік. Соны тауып аламыз. Ол бізде 1-ді бөлеміз 20-ға. Яғни 20-дан 1 бөлігін жасайды жұмыстың. Ал Айгерім 1 минутта 1-ді бөлеміз 30-ға, 30-дан 1 бөлігін жасайды. Тереді. Енді олар бірігіп деп тұр ғой. Сол себептен не істейміз? Оларды бір-біріне қосамыз. 1 бөлінген 20, 1 бөлінген 30. Ортақ бөлімі 60, 3-тен берем, 2-ден берем. Сонда 3 қосылған 2 бөлімінде 60, 5 бөлінген 60. Оны қысқартып жіберсек, бізде болады 12. Сонда 12-ден 1. Бұл бізде екеуі бірігіп жұмысты 1 минутта 12-ден 1 бөлігін жасайды деген сөз. Ал бізге толық жұмысты екеуі бірігіп қанша минутта жасайтын табу үшін енді қайтадан 1-ді бөлеміз осы бөлшекке, 1 бөлінген 12-ге. Сонда 1 көбейтілген, мына жерде 12, мында 1, ол бізде 12-ге тең. Сонда екеуі бірігіп жидектерді бүлдіргенді 12 минутта теріп болады екен. Жауабы бірігіп 12 минутта тереді. Мына жерде жауабы бар екен. 12 минут, Д жауабы. Екіншісі, киіз үйдің құрылысын бірінші ұста 20 күнде, екінші ұста 12 күнде, үшінші ұста 15 күнде даярлайды. Киіз үйдің құрылысын 3 ұста бірлесіп даярласа, оларға неше күн қажет болады? Жазайық, бірінші ұста 20 күнде даярлайды, екінші ұста 12 күнде даярлайды, үшінші ұста 15 күнде даярлайды. Егер олар бірігіп жасаса, неше күнде даярлайды дейді. Енді жазайық. Біз бірінші 1 күнде бірінші ұста неше жұмыс жасайды, соны тауып аламыз. 1-ді бөлеміз 20-ға. Ол бізде 20-дан 1-ге тең. Енді екінші ұста 1 күнде неше жұмыс жасайды? 1 бөлінген 12 жұмыс жасайды. Енді үшінші ұста 1 бөлінген 15 жұмыс жасайды. Енді олар бірігіп деп тұр. Олай болса, олардың жұмыстарын қосамыз. 1 бөлінген 12, 1 бөлінген 15. Ортақ бөлімі бізде 60, 3-тен береміз, 5-тен береміз, 4-тен береміз. 60, 3 қосылған 5, қосылған 4, 60-тан 12. Оны біз қысқартсақ, 5-тен 1. Бұл үшеуі бірігіп жұмыстың 5-тен 1 бөлігін жасайды екен, 1 күнде. Ал енді толық жұмысты неше күнде жасайды? Оны табу үшін 1-ді бөлеміз 5-тен 1-ге. Ол 1-ді көбейтеміз 5-ге, яғни 5 күнде жасайды. Жауабы сонда 3 ұста біріксе, толық жұмысты 5 күнде жасап бітеді екен. 696. Жабайы үйрек оңтүстік теңізден солтүстік теңізге дейін 7 күн ұшады. Жабайы қаз солтүстік теңізден оңтүстік теңізге дейін 9 күн ұшады. Жабайы үйрек пен жабайы қаз бір уақытта ұшса, олар неше күннен кейін кездеседі дейді. Берілген жазайық. Үйрек 7 күн ұшады дейді. Ал қаз 9 күн ұшады.
олар екеусі бір уақытта ұшса, неше күннен кейін кездеседі дейді. Иә? Яғни, егер үйрек 7 күн ұшатын болса, сол аралықты ол бір күнде неше аралық ұшады, соны тауып аламыз. Ол бізде, яғни 7-ден 1. Ал қаз сол аралықты 9 күнде ұшады, яғни 1-де 9-ға бөлеміз. Бір күнде неше ұшады? Бір күнде 9-дан 1 бөлігін ұшады. Енді олар бір-біріне қарай келе жатыр, иә? Мынау оңтүстіктен бара жатыр, екіншісі солтүстіктен бара жатыр. Екеусі бір уақытта кездеседі, иә? Оларды кездесу үшін мынау бізде жылдамдық деп алсақ болады. Оларды не істейміз? Бір-біріне қосамыз, яғни олар бір-біріне қарама-қарсы жүрген кезде не істейді? Олардың жылдамдықтары артады, солай ма? Олай болса, оларды қосамыз. 7-ден 1 қосылған 9-дан 1. Бізде ортақ бөлім 63, 9-дан береміз, 7-ден береміз. 9 қосылған 7, 63. Сонда 63-тен 16 екен. Сонда бір күнде екеусі 63-те 16 жер жүреді, егер біріксе. Енді олар не істейміз? Қанша күн кеткенін табу үшін, барлығын табу үшін, бірді бөлеміз 63-тен 16-ға. Ол бізде 16-дан 63-ке тең. Бұл бізде бұрыс бөлшек, аралас санға айналдырсақ, 3,16-дан 15 күн екен, иә? Яғни 3 күннен асады, 4 күнге жетпейді. Сонда жауабы 3,16-дан 15 күннен кейін екеуі кездеседі екен. Келесі 697. Ертедегі есеп. Бір қойды арыстан 2 күн, қасқыр 3 күн, ал ит 6 күн жейді. Егер бір қойды арыстан, қасқыр және ит бірлесіп жесе, неше күнде жейді? Берілген жазайық. Арыстан 2 күн жейді. Қасқыр 3 күн жейді. Ал ит 6 күн жейді екен. Егер олар бірлесіп жейтін болса, неше күнде жейді дейді. Енді қарайық, арыстан 2 күнде барлығын жеп бітетін болса, бір күнде неше жейді? Бір күнде қойдың жартысын жейді, иә? Олай болса, 2-ден 1-ге тең, 1-ді 2-ге бөлгенге тең. Ал қасқыр бізде 3 күнде жейді. Ал бір күнде нешеуін жейді? Сол қойдың 3-тен 1-ін жейді. Ал ит барлығын 6 күнде жесе, оның бір күндегі жегені 6-дан 1-ге тең. Олар үшеуі бірге жейді. Олай болса, қосамыз 2-ден 1-ге, қосамыз 3-тен 1-ді, қосамыз 6-дан 1-ді. Ортақ бөлімі 6, 3-тен берем, 2-ден берем. Сонда 6, 3 қосылған 2, қосылған 1. Тең болады 6-дан 6, ол тең 1-ге. Бұл бізде бөлігі, иә? Бір күнде жейтін бөлігі. Ал оны табу үшін 1-ді 1-ге бөлеміз, қанша күн екен? 1 шығады. Сонда 1 күн екен. Жауабы, олар бірігіп, бір күнде жеп бітеді. 698. Хауыз бірінші және екінші құбырдан аққан сумен 6 сағатта толады. Хауызға су бірінші құбырдан ғана ақса, хауыз 10 сағатта толады. Хауызға су екінші құбырдан ғана ақса, хауыз неше сағатта толады? Бізде 2 құбыр бар, иә? Бірінші құбыр бар және екінші құбыр бар. Бізге айтады, бірінші құбыр тек өзі ғана ағатын болса, ол 10 сағатта толтырады хауызды. Ал екінші құбыр, соны табуымыз керек. Оны белгісіз X деп қояйық, иә? X сағатта толтырады. Бізге берілген бірінші және екінші құбыр бірге жұмыс жасайтын болса, онда ол хауызды 6 сағатта толтырады дейді. Енді біз әр қайсысының 1 сағатта неше жұмыс жасайтынын тауып аламыз, иә? Бірінші құбыр 10-нан 1 жұмыс жасайды, 1 сағатта. Оған қосамыз екінші құбыр X-тан 1 жасайды жұмыс. Ал екеусі біріксе, 1 сағатта 6-дан 1 жұмысын бітіреді. Сонда біз теңдеу құрастырдық.
Біріншіге екінші қоссақ, ол 6-дан 1 жұмыс жасайды 1 сағатта. Енді осы теңдеуді шешеміз. 6-дан 1-ден азайтамыз 10-нан 1-ді. Біз мына жерде береміз. Ортақ бөлімі 30, 5-тен берем, 3-тен берем. Сонда 30, 5 азайтылған 3. Бізде болады 2. 2 бөлінген 30. Тең болады, қысқартамыз. 15, сонда 15-тен 1. Бұл бізде x-тан 1. Сонда x-тан 1 тең болады 15-тен 1. Осы жерде x-ті тапсақ, біз не істейміз? Алымдағы тұрған 1-ді бөлеміз 15-тен 1-ге. Сонда бізде шығады 15 сағат. Сонда екінші құбыр өзі жалғыз жұмыс жасаса, хауызды 15 сағаттың ішінде толтырып болады екен. 699. Ағасы, інісі және қарындасы бірлесіп қардан аққаланы 12 минутта жасады. Қардан жасалған осы аққаланы егер ағасы ғана жасаса 24 минутта, егер інісі ғана жасаса 40 минутта жасайды. Егер осы аққаланы қарындасы ғана жасаса, қанша уақытта жасайды дейді. Бізде ағасы бар, інісі және қарындасы. Енді бізге айтады, ағасы аққаланы қардан жасаса 24 минутта жасайды екен. Ал інісі жасаса, оған 40 минут уақыт кетеді. Қарындасы қанша жасайды, біз соны табуымыз керек. Яғни қарындасы белгісіз x минут деп қояйық. Бізге және не берілген? Үшеусі осы аққаланы бірігіп 12 минутта жасап бітіреді дейді. Енді не істейміз? Наны ағасының 1 минутта жасайтын жұмысын, інісінің 1 минутта жасайтын, қарындасының 1 минутта жасайтын жұмыстарын тауып алып, қосамыз және 12-ге теңестіреміз. Қарайық, ағасы 1 минутта 24-тен 1 жұмыс жасайды. Інісі 1 минутта 40-тан 1 бөлігін жасайды. Қарындасы x-тан 1 бөлігін жасайды. Аққаланың. Ол бізге тең 12-ден 1 минутқа, яғни осы 12 минуттың 1 бөлігінде жасайды. Енді осыларды теңдеу шешеміз. x-тан 1 тең болады 12-ден 1-ден азайтамыз 24-тен 1-ді, азайтамыз 40-тан 1-ді. Бізде ортақ бөлімі 120, 10-нан береміз, 5-тен береміз, 3-тен береміз. Сонда 1 бөлінген x тең болады 120, 10 азайтылған 5 азайтылған 3. Сонда 120-дан 10-нан 8-ді азайтамыз 2. Сонда 60-тан 1 шықты. Бұл x-тан 1. Ал бізге x-ті табу үшін не істейміз? 1-ді, алымда тұрған 1-ді бөлеміз 60-тан 1-ге. Ол бізде 1 көбейтілген 60-ға тең. 60 минут. Сонда жауабы, егер қарындасы ғана жасаса аққаланы, онда оған 60 минут қажет екен. Немесе 1 сағат.